2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы аясында 6664 жас жұмыспен қамту шараларымен қамтамасыз етілген. Атап айтсақ, 4978 жас жұмысқа орналастырылды. Оның ішінде 2576 жас жұмыс берушілер мәлімдеген бос жұмыс орындарына, 174 жас әлеуметтік жұмыс орындарына, 1551 жас маман жастар тәжірибесіне, 677 жас ақылы қоғамдық жұмыстарға жолданған. Бағдарлама аясында жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 634 жас, бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқуға 437 жас жолданды, 135 жас несие алды, 480 жас қайтарымсыз негізде гранттар алды. Жас кәсіпкер жобасы бойынша 1000 жас оқу курсынан өтіп 368 грант алды.